Самое вот болезненное, самое тяжело переносимое – это вот разлука с детьми. Он сказал, надо ехать в Египет, вот то, что Коран читать, Марказ был. В основном в Александрии то, что вот теория была, а в Сирии уже практика. Діни білім алушы Мысырға жолдасымен барған Жазира қалайша Сириядағы содырларға қосылды. Аш қасқырдай алақтаған тобырға қару ұстатқан мысық тілеулес Марказдар кімнің сойылын соғуда? Қазір арқаны кеңге салып отыратын уақыт емес. Білімге ұмтылмаған, бірлігі бұзылған елдердің іргесі сөгіліп жатыр. Дүрбелең орталық Азияның шекараларына да тым жақын. Демек, бүгінгі ұрпақтың мәңгүрт, әлсіз, рухсыз болуға қақысы жоқ. Біздің кейбір жастарымыз егемендіктің не екенін білмей жатыр, ұғына алмай жатыр. Бұл өте үлкен қауіп. Егемендікті қалай қорғау керек, немесе қалай баянды қылу керек. Осы тұрғыдан жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Коммунистік идеологияның қарасаңыз, енді барасың, сенде территорияда жоқтығын, сенде отанда жоқтығын, көшіп қонып жүретін болсын деп түсіндірді. Ашық қоғамбыз біз. Ашық қоғам деген сөз, саған іштен, сырттан жаулар көп деген сөз. Абай айтады ғой, бір нәрсенің жаңағы қалай басталғаны маңызды. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел деп тұр. Радикалды идеологияны импорттаушы ел ұтылады. Ал жаңашыл ғылыми технологияларды экспорттаушы ел көп қатерден құтылады. Жазира радикалды идеологияның кесірінен оқуын тастады. Көшедегілердің кеңесімен намазды бастады. Бұл деструктивті діни ұйымның тарихи жадымызға шабуылдары үдеген 2011 жыл болатын. У меня не было никаких знаний вот именно в этой области. Как начала читать намаз, я покрылась и работала в буддийском трикотаже в городе Алматы. Там я познакомилась со своим будущим мужем. Он сказал, надо ехать в Египет, вот то, что Коран читать, как бы арабский знать. И мы поехали туда. Марказ был, я как понимала, вот ходили, обучались так. Жили вот по их законам, получается, да, вот по их религиозным взглядам. И это было все ошибкой. Читали намаз по ханбалитскому мазхабу. Сырттағы күштер қол болады деп, ұлды күн болады деп қызды арбады. Кедейлікпен көр соқырлыққа қамады. Санасы уланғандар болмысын жоғалтты, ақылға салмай псевдо-шейхтің жалған ұранына табынды. Анасын жылатып, шетелдегі заңсыз діни оқу ордаларына қашты. 10 жыл бұрын дейік, енді көптеген осы оңтүстік өңірдің Махамбатсыз Ділмұрат, Заурбек, Оқтам, Тәжікстан Республикасының азаматтары, Назаратулла сынды көптеген матқалиттік бағыттағы уағызшылар сол Сауд Арабия мемлекетінде отырып, сол жақтағы Жамиятул Исламияны бітіріп, матқалиттік көзқарас қалыптастырды. Одан кейінгі буындар Марказда жүрген Нұркен, Дулат Сайрам ауданының тумасы Юсуф Давранның өзі дербес бір шейхтар болып шығады ғой, уағызшы болып шыға береді. Біраз діни сауаты жоқ адамдар соның ықпалына түсе береді. Жалған сәләфизмде кезінде жүрген азаматтар түбі бұл тараздық алауыздыққа соқтырады. Пайдалы ілім дегенде гуманитарлық пәндер болсын, медицина болсын, жан-жақтан білім алып, технологияны меңгеру бұл қазіргі заманда бұл мұсылман мемлекеттерінің қажетті дүние. Бейресми орталықтардың қаупі. Курстардың есігі көп үшін ашық. Ұстаздарының кім екені белгісіз. Буквализм, догматизмді дәріптейді. Өнер, ғылым, мәдениетке қарсы. Тыныш елді ұйқысынан жарылыспен оятқандарда, қарулы қақтығысқа қатысқандарда, шетелдік бейресми хужыраларда оқыған. Не сол дүмшелерді қасиетті жерден келді деп төрге шығарып, уағызын тыңдаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ислам дінін алып келген кезде араб елінде үкімдік амалдарға бастаған жоқ. Бірінші имандылық адамгершіліктен бастады. Біз керісінше жаңа кімнің қолында тәсіпсі бар, кімнің қолында тақиясы бар, қай елдерде жаңағыдай дінді үйретеді, біз осымен ғана шектеліп жатырмыз. Ділмұраттың жамағаты бар.
Тоқтамның жамағаты бар, Абдужаппаров Абдухалилдің жамағаты бар. Қазір бір-бірімен амандаса ма? Проблема осы. Сауд Арабияда бір жерде бір кітапты, бір шейхтің жаңағыдай кітабын, солар пікірлерін, көзқарасын негізінде оқыған жігіттер олар. Мемлекет осын көргеннен кейін қазір осы бағытта көбінесе жұмыс жасалматқан. Мұқтаж емеспіз сыртқа барып жаңағы оқытуға. Басқа елдермен салыстыратын болсақ, бізде қазір 4 мамандық бойынша Қазақстан елінде оқытылып жатыр. Жаһандану кезеңінде рухани мәңгүрттік қауіпті, күректе дипломы болса да, ділін, тілін ұмытқандар бар. Тарихи танымынан ажырағандарға бұғау салу оңай. Муж ходил вот в какое-то заведение, получается, учебное. Я обучалась на дому. Ко мне приходила женщина-арабка и обучала меня. Выпускали видеоролики, якобы там мучают мусульман. Мужчин использовали именно вот для боевых действий. Первое время все было вот как бы, они вот хорошо обманывали, что ничего не было заметно. А вот потом как бы уже все было ясно. Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бастап саяси терминологияға жұмсақ күш ұғымы енді. Дамыған елдер үшін бұл тың дүние емес. Алпауыттар жұмсақ күш саясатын шекаралас, табиғи байлығы мол, халқы өзара дауласқан елдерге ұтымды қолдана білген. Түрлі орталықтар арқылы адам тартып, сол елдерге өздерінің мәдени және рухани құндылықтарын насихаттайды. Бейресми курстар жастардың санасына захар құйды. Аз уақытта сол захар қолға қару алдырды. Жазираның отбасы да көппен бірге таяу шығысқа аттанды. Экстремистік идеяның күшімен жергілікті халықты қорқауларша талап қанады. Соңында өздері тұтқынға түсіп, тентіреп қалды. Я думаю, вот если они увидят это интервью, они задумаются на нашем опыте, что не надо делать что-то, не зная. Я раскаиваюсь и понимаю, что вот именно эта ошибка привело к этому. Я сама виновата, то, что вот сейчас, в данный момент, дети от меня далеко. Ол елге балаларымен оралды. Жолдасының қайда, қалай мерт болғанын білмейді. Тек сауатсыздықтың кесірінен сыртқы күштерге жем болғанын түсініп, түрмеде торығып отыр.